Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз заманауи сәулет өнері, дәстүр мен жаңашылдық. Мақсатымыз заманауи сәулет өнерінің өзіндік ерекшеліктері, тыңдалым бойынша негізгі ақпараттарды іріктей отырып түртіп жазу. Дәстүр, ортақ байланысы және жаңашылдық. Осы екеуінің, дәстүр мен жаңашылдықтың ортақ байланысы қандай деп ойлайсыздар? Бір сәтке ойланып көріңіздер өздеріңізге. Және ойланып, біздің жауаппен қаншалықты бір-бірімен байланысты бар екенін анықтайтын боламыз. Болсақ, дәстүр дегеніміз не екенін қарайық. Дәстүр ол ғасырлар бойы қалыптасып сұрыпталған әдет-ғұрыптар, жол-жобалар, көзқарастар екен. Жаңашылдық бұрынғы тәжірибе мен жемістер ішіндегі заман талабына жауап беретін, болашаққа кең жол ашатын аса маңызды ізденіс әрекеттер екен. Ал енді осы екеуінің ортақ байланысы қандай екен? Диалектикалық бірлестікте болып, ескі мен жаңаны жалғастырады, тарихпен бірге дамиды, өндірістің байтысы ретінде өзгеріске ұшырап отырады. Яғни біз дәстүр мен жаңашылдықтың екеуінің айырмашылықтарын және ортақ байланыстарын анықтадық. Енді заманауи сәулет өнеріне байланысты сіздерге қызықты ақпараттар легі ұсынылады. Яғни әлемдегі ерекше заманауи ғимараттар топтамасын ұсынатын боламыз. Осы заманауи ғимараттардың өзіне тән ерекшеліктері бар салынған. Соған баса назар аударайық, таныс болайық және. Бұл көріп тұрғандарыңыздай бұл ғимарат Пенсильвания штатындағы етік үй деп аталады. Яғни бұл үйді жарнама мақсатында 73 жасар етікші Мелон Хейнс тұрғызған болатын. Қазіргі таңда аталған үйдің иелері бұл жерді дәмханаға айналдырған. Екінші мына көріп тұрған ғимарат Сопот қаласындағы қисық үй, яғни бұл Польшада орналасқан. Бұл ерекше үйдің тік бұрыштары мүлде жоқ. Әсем ғимаратты Залевский мен Шотенский сәулетшілер салған. Олардың айтуынша балалар кітабының авторлары Пьер Оскар Дальберг пен Яна Мартина Шансер осындай ерекше үй салуға себепші болған екен. Ал мына ғимарат Отрив қаласындағы Фердинанд Шевальдің мінсіз сарайы, яғни Францияда орналасқан. Бұл таңғажайып үй француз пошташының туындысы. Оның үйі батыс пен шығыс мәдениетінің мінсіз үндестігі. Қарапайым пошташы Фердинанд Шеваль бұл үйді тұрғызу үшін өмірінің 33 жылын сарп еткен екен. Және де құрметті оқушылар, осы тыңдалып жатқан ақпараттардан сіздер өздеріңізге ерекшелерін түртіп алыңыздар, яғни конспект жазып отырыңыздар. Келесі мына көріп тұрған ғимаратыңыз тас үй деп аталады, яғни Португалия қаласында. Бұл Португалия тауларында табиғатпен үндесіп тұр. Таңғажайып құрылыс 2 қабаттан тұрады. Бұл сәулет өнері туристердің назарынан тыс қалмайды, сондықтан мұнда ешкім тұрақтамаған. Ал мына көріп тұрған ғимараттарымыз Пьер Карденнің көпіршікті үйі деп аталады. Бұл ерекше үйді сәнгер Пьер Карден үшін оның досы Ант Ловак салған екен. Өте ерекше, қарап тұрғандарыңыздай. Келесі бұл Хамад шейхінің ғаламшар үйі. О баста үй шейх Хамадтың Біріккен Араб Әмірлігінің шөлейтті жерлерінде еркін қозғалу үшін салынған болатын. Ғаламшар үйі 4 жатын, 6 жуынатын бөлмемен, жуынатын бөлмемен жабдықталған 4 қабаттан тұрады. Келесі мынау ғимарат Сутягиннің үйі, яғни Ресей қаласында орналасқан. Бұл ғимарат бірде бір шегесі салынған. 13 қабаттан тұратын үйдің төбесінен Ақ теңізді көруге болатын. Кейіннен 2008 жылы ғимарат заңсыз салынған деп анықталып, 4 қабатқа дейін бұзылған екен. Ал келесі мынау суретте Техас штатындағы тесік үй ақш қаласында. Бір күні суретші және дизайнер Дэн Хевел мен Дин Рак ерекше дүние ойлап таппақ болып, аталған үйді тұрғызады. Үйдің негізінде философиялық ойлар жатыр екен. Өте ерекше салынған екен. Келесі бұл Венадағы шабуылды үй, Австрия қаласында. Шабуылды үй Австрияның танымал мүсіншісінің қолынан туындаған инсталляция. Аталған үйде адам тұрмайды екен. Өте ерекше салынған. Ал мынау Хан Нга қонақ үйі немесе ессіз үй. Антонио Гауди туындысынан шабыт алған қонақ үй иесі Хан Нга өзінің ертегі үйін салған.
Кийинен бул эссиз үй аталып кеткен. Үйдү түзүү кабыргалары мүлде жок. Бул тикелмен лабиринттен турат. Эми сиздерге үй тапшырмасы Казакстандагы ерекше заманауи талапка сай салынган сәулет өнөрлөрү тууралуу маалымат жыйноо және сол маалыматтар жыйнап болгон соң үй тапшырмасын мага жиберүү. Рахмет, сабагыбыз аякталды. Анда сау болуңуздар.